Орда тобы Қайрат Нұртасты тыңдайтын жандардың талғамын төмендеп бағалап отыр. Әлемдегі ең әдемі әйелдің есімі белгілі болды. Еркін Нұржанов алғашқы жарын арнаған Аягөз әнін шығармашылық кешінде орындап, тыңдармандарын таңғалдырды. Елімізде «Секс в большом городе» телехикаясының баламасы түсіріліп жатыр. Голливуд актерлары кіші Роберт Дауни мен Скарлетт Йоханссон енді қазақша сөйлейді. Сәлем достар, эфирде әдеттегідей ревью бағдарламасы. Бүгінде тыңдармандардың талғамы төмен, әсіресе Қайрат Нұртастың әндерін сүйіп тыңдайтындар. Бұл біздің сөзіміз емес, Орда тобының аузынан шыққан сөз. Аталмыш ұжымның жігіттері әнші Қайрат Нұртас орындайтын, әуендерді сүйіп тыңдайтын жұртшылықты түсіне алар емес. Толығырақ ордалықтардың өздері баяндап берсін. Елімізде әртүрлі бағытта ән салатын өнерпаздардың бір-бірінің өнеріне көңілі толмаушылық бүгінде белең алып отыр. Мәселен, халықтың сүйікті әншісіне айналған Қайрат Нұртастың репертуарын эстрадамызда 15 жылдық тарихы бар Орда тобы сынның астына алды. Қайрат Нұртас болсын, Еркін деген жігіттер бар, тағы бір өте Қайрат Нұртастың музыкасына ұқсайтын, әндеріне ұқсайтын әншілер бар, ән айтатын. Солардай ән айтатын әрбір үйде, әрбір ауылда жақсы әнші, домбыра тарта алатын балалар бар, көп. Ол ешкімге жаңалық емес. Ордалық жігіттердің айтпағы Нұртастың әндері тек тойдың көркін қыздыруға арналған көрінеді. Мен Орда тобына шынымды айтсам өзім күлкім келеді, өйткені халық айтып отыр ғой, жаңа қандай өздерінің бір жұрттың тыңдап жүрген әні барады деген сияқты әңгімелер айтады. Мен өзім де мысалға тыңдамаймын, сондықтан да ессіз әңгіме деп ойлаймын оны. Сондай-ақ Орда тобының жігіттері Қайрат Нұртастың дәл осы өкініш әніне кереғар пікір білдіріп, тіпті ән таңдаудағы деңгейін де айтудан тайсалған жоқ. Жыламсыраған өкініш туралы әндердің өзі біраз оңайырақ естіліп тұрады. Жай бір халықтар былай қайталап, айтып, ауылдағы өзіміздің айтып жүрген, гитарамен айтып жүрген әндер сияқты. Қайраттың шығармашылығы жайлы қарапайым халық арасында арнайы сауалнама жүргізген едік. Жұртшылықтың басым бөлігі бір ауыздан Нұртастың ұлын қолдап отыр. Қайрат Нұртас өзіме ұнайды, оның әндері өте керемет. Әрбір адамның жүрегіне тиеді. Ол өте жақсы әнші. Халықтың көбісі соны тыңдайды ғой қазір. Тойға ғана арналған емес, вообще мағынасы бәрі бар менің ойымша. Халықтың сөзін естіп жатырмын, қаншама Қайраттың өзінің жаңағы жанкүйлері бар, қаншама халықтың махаббатына бөленген, онда енді жаңағы соқ адамға көрініп тұр ғой. Десек те бүгінгі тыңдарманның талғамын Орда тобы былайша бағалады. Тек қана қазақтарға ғана сатылатын, қазақтарға ғана тыңдайтын ғана музыка болып қалады. Бұл біз өзіміздің алдымызға бір кедергі қойып жатырмыз, келешекке. Сонда егер біз тек қана халықтың сұрауымен жүре беретін болсақ, біз өзімізді байлап тастаймыз. Алайда тек қазақстандық тыңдарманмен шектеліп қалған Қайраттың ән әлеміндегі орнын шетелдік сахналарда бағындырып жүрген композитор Еркеш Шакиевке жолдаған едік. Өнер иесі өзіне ұнайтын отандық жастарды тізбектеп берді. Мне нравится Қайрат Нұртас, нравится. Қайрат Нұртас талантты жігіт, бірақ өз басым оның жанды дауыста ән салғанын әлі естіген жоқпын. Бұл бүгінгі эстрада жұлдыздарының шығармашылық жолдағы жарысы, десек те бәсеке бар жерде сапаның да артатын ақиқат. Серік Қазаязбаев, Ғани Қалуов, ревью жаңалықтары. Бірімізге анамыз енді біреуімізге сүйіктіміздің хас сұлу екені хақ. Себебі әйелдің бәрі әдемі. Десек те, нөмір біріншісі кім? Сіз бір сәтке ойға шомғанда американдық People журналы әлемдік сұлуларды сараптап, ең әдемісінің есімін жария етіп үлгерді. Әдемілігімен әлемді баураған әйелдің жасы жарты ғасырды құрайды. Есімі де ел құлағында. Карьерасын осыдан 28 жыл бұрын бастаған актриса Сандра Буллок. Ал қалған көш бастаған сұлулардың есімі көпшілікке аса танымал емес. Екінші сатыға 19 жастағы сәнбике Джиджи Хадид тұрақтады. Ал үшінші орынға 44 жасар әнші актриса Тараджи Хэнсон жайғасы. Өз есімін сұлулар тізімінен кездестіруді күтпеген Сандра Буллок таң қалғанын жасырмады. Оған қоса ол өзін ең әдемімін деп санамаған жандардың хас сұлу болатынын жеткізді. 2014 жылғы Евровидениенің жеңімпазы естеріңізде болар. Кончита Вурст Мәскеу халқына тосын сый әзірлеп қойған көрінеді. Атышулы әнші 24 сәуірде Ресей астанасында өтетін При-пати Евровидениеге келеді. Концерт кезінде көрсететін тосын сыйы көпшіліктің қызығушылығын оятып отыр. Евровидение 2015 Австрияның астанасы Венада өтеді деп жоспарлануда. Кончита Вурст биылғы қатысушылар үшін аталған қаладағы сүйікті орындары мен тағамдарының тізімін жасап, міндетті түрде сол жерлерге баруға кеңес береді.
Ирина Шейк имиджін өзгертті. Енді ресейлік сәнбикені кекілді қыздардың қатарына қосуға болады. Арудың өзі бұл әрекетін кәсібімен байланыстырып отыр. Арман командасымен біргемін деген жазбасымен Инстаграмға фото жүктеген Иринаға табылынушылары жағымды пікірлерін жаудырып жатыр. Жуырда ғана аяқ добының шебері Криштиану Роналдумен ат құйрығын кесіп, Джастин Бибермен көңіл жарастырған Шейк ханым біздің назарымыздан тыс қалмақ емес. Абай Түзелбай, ревью жаңалықтары. Еркін Нұржановтың шығармашылық кешіне келген көпшіліктің көкейінде әншінің репертуарына алғаш үйленгенде енген бірінші жұбайына арналған Аягөз әні шырқалар мекендеген сауал тұрды. Себебі Еркін Аягөзбен ажырасып, Динара есімді аруға үйленіп, тіпті ұлды болып та үлгерген белгілі. Сөйтсек, Еркін мырза ән қоржынан бұл туындысын мүлдем алып тастамаған екен. Жүрегімді қап қойған ей жаным. Ардағым-ай аяулым, сені сүйем жүрекпен жолдарындағы ғашықтық сөздерді Еркін мырза енді әндегідей Аягөзге емес, екінші жары Динараға арнап жүр. Тек оның ән қоржынынан бұл туынды аластатылып кетпепті. Күні кеше Аруғаланың бас сахнасында өткен Еркін Нұржановтың Ана жүрек атты жеке шығармашылық концертінде Аягөз әні де шырқалды. Ол бейне баяндарын 2-3 жылда бір түсіреді. Ротацияға да шығындағысы келмейді. Репертуары да ара-тұра бір жаңаланады. Оның өзге әріптестері сында жылт еткен жылтпадан қалмайтын әдеті жоқ. Бәлкім Еркін жігіттер квартетінің құрамында қалса, шығармашылығы әлдеқайда табысты болар мекен деген ой туындайды. Ода тұрған ешқандай әбестік жоқ. Жігіттер де жүргенде ол өзі ғана болып қалар еді. Қазір жігіттер де бар, шүкір Аллаға. Еркін Нұржанов та бар. Қазақтың әйтеуір өнеріне өнер қосылып жатыр. Сол кездегі Еркін мен қазіргі Еркіннің ешқандай айырмашылығы жоқ. Керісінше, ол кездегі жігіттер квартеті мен қазіргі жігіттер квартетінің айырмашылығы бар. Бір қызығы жігіттер тобының продюсері де Бағлан Абдраимовтан өзге қатысушылары да бұл концертте бой көрсетпеді. Есесіне Роза Әлқожа емізулі баласын үйде қалдырып, Еркінге қолдау білдіруді жөн деп тауыпты. 2 айлық болды. Үйде көмектесетін келіндерім, сіңілерім бар. Солардың арқасында бір жағынан енді көп балалы ана болғаннан кейін енді қыр-сырын білеміз деген сияқты тамағын дайындап кетем. Еркіннің өмірге деген құштарлығы да, елге деген құрметі де, әнге деген ғашықтығы да үнінде. Қарапайым қоңыр дауыс иесінің осы қасиеті ғана оның концертіне адамның лық толуына сеп болды. Ине шаншыр жер жоқ. Бейне баян түсіріп, оны телеарналардан сағат сайын айналдырып, кез келген телевизиялық жобада бой көрсетуге жанталасып жатса да, көрермен жинай алмаған өзге әріптестеріне қарағанда Еркін концертіне билетін өткізе алыпты. Адема Сейфулла, Ерлан Абдолиев, ревью жаңалықтары. Қазақстан Fashion Week қоржынын жинап Астанаға аттанған сәтте Аруғалада тағы бір сән салтанаты жалауын көтерді. Алдағы 3 күнде отандық дизайнерлер Mercedes-Benz Fashion Week аясында топтамаларын таныстыратын болады. Араға апта салмай жатып, қос-қостан фэшн кештер өткізу кімге қажет? Отандық сән индустриясында өзіндік орнын алып үлгерген және бұл әлемге жаңадан қадам басқан дизайнерлердің 2015-2016 күз-қыс маусымдарын арналған топтамаларын Қазақстан сән апталығында тамашалағанымыз күні кеше ғана. Ізін ала Mercedes-Benz Fashion Week аясында тағы бір аз коллекцияларды көреміз. Бұл бірнеше жыл қатарынан жалғасын тауып келе жатқан үрдіс. Сән салтанатына арналған жиындардың мұншалықты жиі өткізілуі қажет пе деген сауал туындайтыны хақ. Это, наверное, даже плюс, потому что Бұл екі сән сахнасына да қыруар дизайнер көтерілді. Бұл жақсы, себебі біз барлық дизайнерлерге мүмкіндік беруіміз қажет. Егер олардың бәрі бір шара аясында өнер көрсетсе, сән апталықтары қызықсыз әрі іш пыстырарлықтай болатын еді. Сән астанасы саналатын Парижде немесе түрлі атақты брендтердің басы бір подиумда қосылатын Италияда да мұндай фэшн апталықтар бір шара барысында өтетіні белгілі. Дегенмен отандық дизайнерлердің өздері елімізде мұндай алаңдардың көбірек болғанын қалайтын көрінеді. Қазақстан Fashion Week бұл жергілікті сән қойларға арналып өткізілетін шара болса, Mercedes-Benz Fashion Week бұл дизайнерлердің халықаралық деңгейге шығуына мүмкіндік жасайтын алаң. Қазақстан сән нарығында екі фэшн апталығының орын алуы бәсекелестік тудыратын анық. Ал бұл бәсекелестік отандық сәнгерлердің халықаралық подиумның көшіне ілігуіне септігін тигізсе болғаны. Адема Сейфулла, Артем Абленко, Юлдаш Құдайбергенов, ревью жаңалықтары. Бұл салтанатты кеш Кардашьян үшін сәтсіз басталды. Ебедейсіз біреу киімнің көйлегінің етегін басып жыртып жіберген аздай. Актрисалардың бірінің басы айналып, тура Кардашьянның алдына талып жығылған көрінеді.
Ким көмектесудің орнына әріптесінің үстінен аттап жүре беріпті. Кимнің алдына сылқ етіп құлаған әзілкеш актриса Эми Шумер бұны әдейі сылқымның жүйкесінің төзімділігін тексеру үшін жасаған сыңайлы. Кардашьян болса түк болмағандай сол жымиған қалпында әріптесін елемей өте берді. Дегенмен көпшілік үшін жұлдызды жұптың бұл қисынсыз қылығы құпия болып қалатын сыңайлы. Себебі олар сынға іліккен әрекеттерін түсіндіруден бас тартып отыр. Бұл кеште танымал басылымдардың бірі әлемнің ең беделді адамдарының жүздігін топтастырып, жұлдыздардың басын қосқан болады. Уэст Кардашьян отбасынан өзге бұл түсімде Вупи Голдберг, Джулиан Мур, Эми Стоун мен Джордж Лукастың жұбайы да бой көрсетті. Мелоди Хобсон ханым киностудияның анимациялық жобаларын басқаратын көрінеді. Мен әйеліммен мақтанамын. Бұл тізімге біздің отбасымыздан Мелодидің іліккеніне қуаныштымын. Бұл шараны Оскардың интеллектуалды нұсқасына балауға келе ме? Жоқ, мүлдем болмайды. Мұндай балама басылымның абыройын асқақтатып жіберер еді. Кешкі асқа ұласқан салтанатты жиында шоу-бизнес өкілдері өнерлерін ортаға салды. Кез келген кештің көркін қыздыратын Канье Уэстпен бірге рэп оқып, бидің түгін түсірген жұлдыздар қызыл кілемде болған оқыс оқиғаны ұмыт қалдырған сыңайлы. Елімізде «Секс в большом городе» телехикаясының баламасы түсіріліп жатыр. Голливуд актерлары кіші Роберт Дауни мен Скарлетт Йоханссон енді қазақша сөйлейді. Спортқа жаны жақын жандарға арнайы көрме ұйымдастырылды. Елімізде қолөнер бұйымдарының бағасы қандай? Рано Умарова мен Луина енді продюсер. Сылқымдар кино өнерінің де дәмін татып көрмек. Олардың продюсерлік бастамасымен таспаланып жатқан «Шоқ қыздар» телехикаясының өмірге келуіне «Секс в большом городе» топтамасы түрткі болған. Қазақстандық киноиндустрияның қоржыны тағы бір телехикаямен толықпақ. Бұл идеяны жүзеге асыруға Рано Умарова мен Луина Білексібана кірісіп кетіпті. Олардың әншілік, актрисалық қызметтеріне енді продюсерлік те қосылды. «Секс в большом городе» «Отчаянные домохозяйки» телехикаяларын көрген кездерде осындай сериал түсірсем деп армандайтынмын. Сол ойымды Луинаға жеткізген едім. Ол қолдай кетті. Мы совпали с нашими идеями. Біздің ойымыз түйісті, арманымыздың ортақ екеніне көз жеткіздік. Сол мақсатты бірге жүзеге асырамыз деп шештік. Сериал авторларының басты мақсаты сән мен гламурды жанына серік еткен заманауи қыздардың бас қатыратын мәселелері. Расында түкке тұрғысыз екенін жеткізу. Топтамада драма мен комедия жанрлары түйістірілген. Басты рөлдерге Рано мен Луинадан өзге Айнұр Ильясова, Марина Чекалова және Гүлнар Силбаева сынды актрисалар бекітілген. Соңғысы тіпті сценарий автор ретінде де қызмет атқарып жүр. Такую всю очень мелкую работу. Диалогтарды жазу сынды майда шүйде іспен емес, мен образды шығару, жалпы сюжет желісін жасау сынды істерді атқардым. Оқиға желісін құрастырушылардың қатарында Құмар Лұқманов пен Нұржан Еркінұлы сынды әзілкештер де бар. Олар нәзік жандылардың логикасына ер азаматтық көзқарас арқылы өз үлестерін қосқан. Менің кейіпкерме бала күнінде көріп кетсен ерекше жансың дейді. Сол қиялдың жетегінде Непалға барып мектеп саламын. Әлемді өзгертемін деп жүрем, тек қолымнан келмейді. Шоқ қыздар деп атау берілген телехикая жанкүйерлерінің саны батыстық баламаның жинаған рейтингтерін басып озады деген сенімдеміз. Адема Сейфулла, Артем Абленко, Никита Хасанов, ревю жаңалықтары. Бүгінде біздің ел голливудтық актерларды қазақша сайратып, киноға деген қызығушылығымызды одан бетер арттырып отыр. Көрерменнің көзайымына айналған «Мстители» фильмін осы уақытқа дейін тамашалаған жандар күні кеше аталмыш кинокартинаның «Кек алушылар Альтрон дәуірі» атты қазақ тілінде дубляждалған нұсқасын қалың көпшілікке ұсынды. Әлемді құтқарамыз десек, біз тек өз күшімізге ғана сенуіміз керек. Болашақ қауымдастығы Нұр Отан партиясы және Марвин компаниясының қолдауымен қазақша дубляждалған тағы бір тың туындының тұсауы кесілді. Кек алушылар Альтрон дәуірі қазақ тіліне аударылған 11-ші голливудтық блокбастер. Аталмыш фильмнің ана тіліміздегі нұсқасын шығармашылық ұжым сапалы тәржімалаған. Бұл нағыз өзіміздің қазақ жастарына арналған фильм. Әзілге толы, шытырман оқиғаға толы, сондықтан да көрерменіміздің көңілінен шығады деген үміттеміз. Сондай-ақ бұл кино картинаны қазақ тіліне тәржімалаған актерлардың қатарында Ерғали Төлебаев та бар. Ол әйгілі блокбастердің қайталанбас кейіпкері, супер қаһарман Капитан Американы дыбыстады. Мысалға дыбыс жағынан алатын болсақ, оның бағана төбелестері, секіруі, жүгіруі, бір-бірін бағана ұрып төбелесуі, соның бәрін дыбыстаймыз. Оның әрбір іс-қимылын, жүрген жүрісін зерттейсің. Сол кезде өз шығады. Нең
тең бар еді. Жасанды интеллект иесі Зұлым Альтронмен шайқасатын кек алушылар командасының белді мүшесі қара жесірді голливудтық актриса Скарлетт Йоханссон сомдайды. Ал оның кейіпкерін қазақ тілінде дыбыстау әнші Мақпал Исабековаға бұйырған. Арттарыңды тазалаумен ақ болдым. Керемет нәрсе ғой, егер осылай өзіміздің тілді насихаттау және оны дамыту үлкен себебін үлесін тигізеді. Әдемі естіледі, біраз ұялып жүрген, қазақша сөйлеуге ұялып жүрген адамдар болса, сөйлеуге жақсы екен деп ойлап, қазақша сөйлеп кетеді деп ойлаймын. Өте керемет, осыны жалғастырып, осы ары қарай дамыта берсе, өте жақсы болады деп ойлаймын. Бұл эпикалық туындыны Disney және Sony кино компанияларының ресми дистрибьютері Меломан компаниясы ұсынып отыр. Көптің көңілінен шыққан бұл фильм сәуір айының 23-нен, яғни бүгінгі күннен бастап үлкен экранға жол тартып отыр. Серікқазы Аязбаев, Дәурен Мерғалиев, ревью жаңалықтары. Бүгінде спортшыларымыз аталмыш саланы дамыту мақсатында біраз жұмыстар атқарып, халыққа насихаттау үшін барын салуда. Тіпті бүгін Алматы шаһарында ұлттық спорттық тауарларды кең көлемде дәріптеу үшін көрме өткізілген болатын. Бірақ бұл шараға қарапайым халық қаншалықты атсалысып, қызығушылық танытты. Бұл сауалдарға тілшіміздің келесі бейнематериалы арқылы жауап беретін боламыз. Бүгін шымылдығын ашқан бұл спорт көрмесіне келген жандардың арасында көзімізге бірінші болып түскен цирк әртісі Мұрат Мұтырғанов болды. Өнер иесі спорт әрдайым жанына серік етпесе де, аталмыш саладағы арманын айтып қалды. Честно, я обожаю футбол. Мен футбол ойынын жақсы көремін, бірақ өкінішке орай ойнай алмаймын. Болашақта балаларымның футболшы болғанын қалаймын. Және мен шаңғы тебумен қатар демалыс күндері жүгіргенді ұнатамын. Кататься на лыжах. Десек те бұл көрмеге келген спорт сүйер жандардың көпшілігі бос уақытын жаттығу залында өткізетін болып шықты. Бірақ еліміздегі бірнеше спорт түрінен бокс пен ауыр атлетикаға аңсар ауған адамдардың саны басымдау екені анық көрініп тұрды. Спорт залға келгеннен кейін спортпен айналысу керек қой, денсаулығына қарау керек. Әлде әшейін отырып интернетте отырғанша. Спортпен күнде айналысыңыздар. Спорт ол денсаулықтарыңызға пайдалы, өздеріңізге жақсы, болашақтарыңыздың кепілі. Бұл көрмеге келген жандардың көбісі қарапайым халық, ал Олимп шыңын бағындырған спорт саласындағы жұлдыздардың бұл көрмеде тек суреттері ғана бейнеленген. Ұйымдастырушылардың сөзіне сенсек, денсаулық кепілі болған аталмыш саланы дамытуға арналған бұл іс-шарада алдағы күндері еліміздің атын әлемге танытқан чемпиондарымыз да бой көрсетпек. Серікқазы Аязбаев, Дәурен Мерғалиев, ревью жаңалықтары. Сыйлық алу барлығымызға ұнайды, бірақ көп жағдайда жақындарымызға не сыйларымызды білмей, талғаммен таңдауға тырысамыз. Құшақ гүл емес, қолдан жасалған шағын бұйымның өзі ерекше қуанышқа кенелтеді емес пе? Ал ондай бұйымдар қалтаға қалай әсер етеді? Қазақстандық қолөнер шеберлерінің көрмесін аралауға адам аз жиналды. Оған жәрмеңкеге қойылған тауарлардың шарықтаған бағасы себеп болған сыңайлы. Значит, это тапочки. Бұл үйде киіп жүруге арналған тәпішке, қолдан жасалған. Былғар мен матадан тігіп, бетіндегі өрнегінің бәрін өзім тіктім. Негізгі бағасы 4000 теңге. Ал көтерме бағамен 2500 теңгеге беремін. Қолдан шығатын бұйымның көп еңбекті талап ететіні сөзсіз. Мәселен, бір қуыршақты тігу үшін 2-3 күн қажет. Ал майда моншақтарды тізбектеуге сарқылмас төзім керек. Көрмедегі туындыларды шеберлердің бірі кәсіпке айналдырса, енді бірі уақытты бос өткізбеу үшін ермек етем дейді. Вообще никак не получается. Мен үшін бұл бизнес емес, қиялымда өрілген нәрселерді қолдан шыққан өнімге айналдыру үшін еңбектенемін. Сатып алатын адамдар да жоқ емес, бірақ дәл осы іспен табыс табу басты мақсатым емес. Шебердің қолынан шыққан тың дүние қайталанбайды, сонысымен керемет. Ал бұл бұйымдарды тамашалаған жұрт белсенділік танытып, тұтынушылар қатары көп болса дейді қолөнершілер. Абай Түзелбай, Артем Абленко, Юлдаш Құдайбергенов, ревью жаңалықтары. Бүгінге айтарымыз осы, ревью бағдарламасын үзбей көріңіздер. Көзқарас арқылы өз үлестерін қосқан. Менің кейіпкеріме бала күнінде көріп кетсең ерекше жансың дейді. Сол қиялдың жетегінде Непалға барып мектеп саламын. Әлемді өзгертемін деп жүремін, тек қолымнан келмейді. Шоқ қыздар деп атау берілген телехикая жанкүйерлерінің саны батыстық баламаның жинаған рейтингтерін басы бозат деген сенімдеміз. Адема Сейфулла, Артем Абленко, Никита Хасанов, ревью жаңалықтары. Бүгінде біздің ел голливудтық актерларды қазақша сайратып, киноға деген қызығушылығымызды одан бетер арттырып отыр. Көрерменнің көзайымына айналған «Мстители» фильмін осы уақытқа дейін тамашалаған жандар күні кеше аталмыш кинокартинаның «Кек алушылар Альтрон дәуірі» атты қазақ тілінде дубляждалған нұсқасын қалың көпшілікке ұсынды. Әлемді құтқарамыз десек,
біз тек өз күшімізге ғана сенуіміз керек. Болашақ қауымдастығы Нұр Отан партиясы және Марвин компаниясының қолдауымен қазақша дубляждалған тағы бір тың туындының тұсауы кесілді. Кек алушылар Альтрон дәуірі қазақ тіліне аударылған 11-ші голливудтық блокбастер. Аталмыш фильмнің ана тіліміздегі нұсқасын шығармашылық ұжым сапалы тәржімалаған. Бұл нағыз өзіміздің қазақ жастарына арналған фильм. Әзілге толы, шытырман оқиғаға толы, сондықтан да көрерменіміздің көңілінен шығады деген үміттеміз. Сондай-ақ бұл кино картинаны қазақ тіліне тәржімалаған актерлардың қатарында Ерғали Төлебаев та бар. Ол әйгілі блокбастердің қайталанбас кейіпкері, супер қаһарман Капитан Американы дыбыстады. Мысалға дыбыс жағынан алатын болсақ, оның бағана төбелестері, секіруі, жүгіруі, бір-бірін бағана ұрып төбелесуі, соның бәрін дыбыстаймыз. Оның әрбір іс-қимылын, жүрген жүрісін зерттейсің. Сол кезде өз шығады. Нең бар еді? Жасанды интеллект иесі зұлым Альтронмен шайқасатын кек алушылар командасының белді мүшесі қара жесірді голливудтық актриса Скарлетт Йоханссон сомдайды. Ал оның кейіпкерін қазақ тілінде дыбыстау әнші Мақпал Исабековаға бұйырған. Арттарыңды тазалаумен ақ болдым. Керемет нәрсе ғой, егер осылай өзіміздің тілді насихаттау және оны дамыту үлкен себебін үлесін тигізеді. Әдемі естіледі, біраз ұялып жүрген, қазақша сөйлеуге ұялып жүрген адамдар болса, сөйлеуге жақсы екен деп ойлап, қазақша сөйлеп береді деп ойлаймын. Өте керемет, осыны жалғастырып, осы ары қарай дамыта берсе, өте жақсы болады деп ойлаймын. Бұл эпикалық туындыны Disney және Sony кино компанияларының ресми дистрибьютері Меломан компаниясы ұсынып отыр. Көптің көңілінен шыққан бұл фильм сәуір айының 23-нен, яғни бүгінгі күннен бастап үлкен экранға жол тартып отыр. Серік Қазаязбаев, Дәурен Мерғалиев, ревью жаңалықтары. Бүгінде спортшыларымыз аталмыш саланы дамыту мақсатында біраз жұмыстар атқарып, халыққа насихаттау үшін барын салуда. Тіпті бүгін Алматы шаһарында ұлттық спорттық тауарларды кең көлемде дәріптеу үшін көрме өткізілген болатын. Бірақ бұл шараға қарапайым халық қаншалықты атсалысып, қызығушылық танытты. Бұл сауалдарға тілшіміздің келесі бейнематериалы арқылы жауап беретін боламыз. Бүгін шымылдығын ашқан бұл спорт көрмесіне келген жандардың арасында көзімізге бірінші болып түскен цирк әртісі Мұрат Мұтырғанов болды. Өнер иесі спорт әрдайым жанына серік етпесе де, аталмыш саладағы арманын айтып қалды. Честно, я обожаю футбол. Мен Орда тобы Қайрат Нұртасты тыңдайтын жандардың талғамын төмендеп бағалап отыр. Әлемдегі ең әдемі әйелдің есімі белгілі болды. Еркін Нұржанов алғашқы жарын арнаған Аягөз әнін шығармашылық кешінде орындап, тыңдармандарын таңғалдырды. Елімізде «Секс в большом городе» телехикаясының баламасы түсіріліп жатыр. Голливуд актерлары кіші Роберт Дауни мен Скарлетт Йоханссон енді қазақша сөйлейді. Сәлем достар, эфирде әдеттегідей ревью бағдарламасы. Бүгінде тыңдармандарын талғамы төмен, әсіресе Қайрат Нұртастың әндерін сүйіп тыңдайтындар. Бұл біздің сөзіміз емес, Орда тобының аузынан шыққан сөз. Аталмыш ұжымның жігіттері әнші Қайрат Нұртас орындайтын, әуендерді сүйіп тыңдайтын жұртшылықты түсіне алар емес. Толығырақ ордалықтардың өздері баяндап берсін. Елімізде әртүрлі бағытта ән салатын өнерпаздардың бір-бірінің өнеріне көңілі толмаушылық бүгінде белең алып отыр. Мәселен, халықтың сүйікті әншісіне айналған Қайрат Нұртастың репертуарын эстрадамызда 15 жылдық тарихы бар Орда тобы сынның астына алды. Қайрат Нұртас болсын, Еркін деген жігіттер бар, тағы бір өте Қайрат Нұртастың музыкасына ұқсайтын, әндеріне ұқсайтын әншілер бар, ән айтатын. Солардай ән айтатын әрбір үйде, әрбір ауылда жақсы әнші, домбыра тарта алатын балалар бар, көп. Ол ешкімге жаңалық емес. Ордалық жігіттердің айтпағы Нұртастың әндері тек тойдың көркін қыздыруға арналған көрінеді. Мен Орда тобына шынымды айтсам өзім күлкім келеді, өйткені халық айтып отыр ғой, жаңа қандай өздерінің бір жұрттың тыңдап жүрген әні барады деген сияқты әңгімелер айтады. Мен өзім де мысалға тыңдамаймын, сондықтан да ессіз әңгіме деп ойлаймын оны. Сондай-ақ Орда тобының жігіттері Қайрат Нұртастың дәл осы өкініш әніне кереғар пікір білдіріп, тіпті ән таңдаудағы деңгейін де айтудан тайсалған жоқ. Жыламсыраған өкініш туралы әндердің өзі біраз оңайырақ естіліп тұрады. Жай бір халықтар былай қайталап, айтып, ауылдағы өзіміздің айтып жүрген, гитарамен айтып жүрген әндер сияқты. Қайраттың шығармашылығы жайлы қарапайым халық арасында арнайы сауалнама жүргізген едік. Жұртшылықтың басым бөлігі бір ауыздан Нұртастың ұлын қолдап отыр. Қайрат Нұртас өзіме ұнайды, оның әндері өте керемет. Әрбір адамның жүрегіне тиеді.
Ол өте жақсы әнші. Халықтың көбісі соны тыңдайды ғой қазір. Тойға ғана арналған емес, вообще мағынасы бәрі бар менің ойымша. Халықтың сөзін естіп жатырмын, қаншама қайраттың өзінің жаңағы жанкүйлері бар, қаншама халықтың махаббатына бөленген, онда енді жаңағы соқ адамға көрініп тұр ғой. Десек те бүгінгі тыңдарманның талғамын Орда тобы былайша бағалады. Тек қана қазақтарға ғана сатылатын, қазақтарға ғана тыңдайтын ғана музыка болып қалады. Бұл біз өзіміздің алдымызға бір кедергі қойып жатырмыз, келешекке. Сонда егер біз тек қана халықтың сұрауымен ғана жүре беретін болсақ, біз өзімізді байлап тастаймыз. Алайда тек қазақстандық тыңдарманмен шектеліп қалған Қайраттың ән әлемдегі орнын шетелдік сахналарда бағындырып жүрген композитор Еркеш Шакиевке жолдаған едік. Өнер иесі өзіне ұнайтын отандық жастарды тізбектеп берді. Мне нравится Қайрат Нұртас нравится. Қайрат Нұртас талантты жігіт, бірақ өз басым оның жанды дауыста ән салғанын әлі естіген жоқпын. Бұл бүгінгі эстрада жұлдыздарының шығармашылық жолдағы жарысы. Десек те бәсеке бар жерде сапаның да артатын ақиқат. Серік Қазаязбаев, Ғани Қалуов, ревью жаңалықтары. Бірімізге анамыз енді біреуімізге сүйіктіміздің хас сұлу екені хақ. Себебі әйелдің бәрі әдемі. Десек те, нөмір біріншісі кім? Сіз бір сәтке ойға шомғанда американдық People журналы әлемдік сұлуларды сараптап, ең әдемісінің есімін жария етіп үлгерді. Әдемілігімен әлемді баураған әйелдің жасы жарты ғасырды құрайды. Есімі де ел құлағында. Карьерасын осыдан 28 жыл бұрын бастаған актриса Сандра Буллок. Ал қалған көш бастаған сұлулардың есімі көпшілікке аса танымал емес. Екінші сатыға 19 жастағы сәнбике Джиджи Хадид тұрақтады. Ал үшінші орынға 44 жасар әнші актриса Тараджи Хэнсон жайғасты. Өз есімін сұлулар тізімінен кездестіруді күтпеген Сандра Буллок таң қалғанын жасырмады. Оған қоса ол өзін ең әдемімін деп санамаған жандардың хас сұлу болатынын жеткізді. 2014 жылғы Евровидениенің жеңімпазы естеріңізде болар. Кончита Вурст Мәскеу халқына тосын сый әзірлеп қойған көрінеді. Атышулы әнші 24 сәуірде Ресей астанасында өтетін При-пати Евровидениеге келеді. Концерт кезінде көрсететін тосын сыйы көпшіліктің қызығушылығын оятып отыр. Евровидение 2015 Австрияның астанасы Венада өтеді деп жоспарлануда. Кончита Вурст биылғы қатысушылар үшін аталған қаладағы сүйікті орындары мен тағамдарының тізімін жасап, міндетті түрде сол жерлерге баруға кеңес береді. Ирина Шейк имиджін өзгертті. Енді ресейлік сәнбикені кекілді қыздардың қатарына қосуға болады. Арудың өзі бұл әрекетін кәсібімен байланыстырып отыр. Арман командасымен біргемін деген жазбасымен Инстаграмға фото жүктеген Иринаға табылынушылары жағымды пікірлерін жаудырып жатыр. Жуырда ғана аяқ добының шебері Криштиану Роналдумен ат құйрығын кесіп, Джастин Бибермен көңіл жарастырған Шейк ханым біздің назарымыздан тыс қалмақ емес. Абай Түзелбай, ревью жаңалықтары. Еркін Нұржановтың шығармашылық кешіне келген көпшіліктің көкейінде әншінің репертуарына алғаш үйленгенде енген бірінші жұбайына арналған Аягөз әні шырқалар мекендеген сауал тұрды. Себебі Еркін Аягөзбен ажырасып, Динара есімді аруға үйленіп, тіпті ұлды болып та үлгерген белгілі. Сөйтсек, Еркін мырза ән қоржынан бұл туындысын мүлдем алып тастамаған екен. Жүрегімді қап қойған ай жаным. Ардағым-ай аяулым, сені сүйем жүрекпен жолдарындағы ғашықтық сөздерді Еркін мырза енді әндегідей Аягөзге емес, екінші жары Динараға арнап жүр. Тек оның ән қоржынынан бұл туынды аластатылып кетпепті. Күні кеше Ару қаланың бас сахнасында өткен Еркін Нұржановтың Ана жүрек атты жеке шығармашылық концертінде Аягөз әні де шырқалды. Ол бейне баяндарын 2-3 жылда бір түсіреді. Ротацияға да шығындағысы келмейді. Репертуары да ара-тұра бір жаңаланады. Оның өзге әріптестері сында жылт еткен жылтпадан қалмайтын әдеті жоқ. Бәлкім Еркін жігіттер квартетінің құрамында қалса, шығармашылығы жыртып жіберген аздай актрисалардың бірінің басы айналып, тура Кардашьянның алдына талып жығылған көрінеді. Ким көмектесудің орнына әріптесінің үстінен аттап жүре беріпті. Кимнің алдына сылқ етіп құлаған әзілкеш актриса Эми Шумер бұны әдейі сылқымның жүйкесінің төзімділігін тексеру үшін жасаған сыңайлы. Кардашьян болса түк болмағандай сол жымиған қалпында әріптесін елемей өте берді. Дегенмен көпшілік үшін жұлдызды жұптың бұл қисынсыз қылығы құпия болып қалатын сыңайлы. Себебі олар сынға іліккен әрекеттерін түсіндіруден бас тартып отыр.
Бұл кеште танымал басылымдардың бірі әлемнің ең беделді адамдарының жүздігін топтастырып, жұлдыздардың басын қосқан болады. Уэс Кардашьян отбасынан өзге бұл түсімде Вупи Голдберг, Джулиан Мур, Эми Стоун мен Джордж Лукастың жұбайы да бой көрсетті. Мелоди Хобсон ханым киностудияның анимациялық жобаларын басқаратын көрінеді. Мен әйеліммен мақтанамын. Бұл тізімге біздің отбасымыздан Мелодидің іліккеніне қуаныштымын. Бұл шараны Оскардың интеллектуалды нұсқасына балауға келе ме? Жоқ, мүлдем болмайды. Мұндай балама басылымның абыройын асақтатып жіберер еді. Кешкі асқа ұласқан салтанатты жиында шоу-бизнес өкілдері өнерлерін ортаға салды. Кез келген кештің көркін қыздыратын Канье Уэстпен бірге рэп оқып, бидің түгін түсірген жұлдыздар қызыл кілемде болған оқыс оқиғаны ұмыт қалдырған сыңайлы. Елімізде «Секс в большом городе» телехикаясының баламасы түсіріліп жатыр. Голливуд актерлары кіші Роберт Дауни мен Скарлетт Йоханссон енді қазақша сөйлейді. Спортқа жаны жақын жандарға арнайы көрме ұйымдастырылды. Елімізде қолөнер бұйымдарының бағасы қандай? Рано Умарова мен Луина енді продюсер. Сылқымдар кино өнерінің де дәмін татып көрмек. Олардың продюсерлік бастамасымен таспаланып жатқан «Шоқ қыздар» телехикаясының өмірге келуіне «Секс в большом городе» топтамасы түрткі болған. Қазақстандық киноиндустрияның қоржыны тағы бір телехикаямен толықпақ. Бұл идеяны жүзеге асыруға Рано Умарова мен Луина Блексвана кірісіп кетіпті. Олардың әншілік, актрисалық қызметтеріне енді продюсерлік те қосылды. «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки» телехикаяларын көрген кездерде осындай сериал түсірсем деп армандайтынмын. Сол ойымды Луинаға жеткізген едім. Ол қолдай кетті. Мы совпали с нашими идеями. Біздің ойымыз түйісті, арманымыздың ортақ екеніне көз жеткіздік. Сол мақсатты бірге жүзеге асырамыз деп шештік. Сериал авторларының басты мақсаты сән мен гламурды жанына серік еткен заманауи қыздардың бас қатыратын мәселелері. Расында түкке тұрғысыз екенін жеткізу. Топтамада драма мен комедия жанрлары түйістірілген. Басты рөлдерге Рано мен Луинадан өзге Айнұр Ильясова, Марина Чекалова және Гүлнар Силбаева сынды актрисалар бекітілген. Соңғысы тіпті сценарий автор ретінде де қызмет атқарып жүр. Такую всю очень мелкую работу. Диалогтарды жазу сынды майда шүйде іспен емес, мен образды шығару, жалпы сюжет желісін жасау сынды істерді атқардым. Оқиға желісін құрастырушылардың қатарында Құмар Лұқманов пен Нұржан Еркінұлы сынды әзілкештер де бар. Олар нәзік жандылардың логикасына ер азамат әлдеқайда табысты болар мекен деген ой туындайды. Ода тұрған ешқандай әбестік жоқ. Жігіттер жүргенде ол өзі ғана болып қалар еді. Қазір жігіттер де бар, шүкір Аллаға. Еркін Нұржанов та бар. Қазақтың әйтеуір өнеріне өнер қосылып жатыр. Сол кездегі еркін мен қазіргі еркіннің ешқандай айырмашылығы жоқ. Керісінше, ол кездегі жігіттерге бартатын мен қазіргі жігіттерге бартатын айырмашылығы бар. Бір қызығы жігіттер тобының продюсері де Бағлан Абдраимовтан өзге қатысушылары да бұл концертте бой көрсетпеді. Есесіне Роза Әлқожа емізулі баласын үйде қалдырып, еркінге қолдау білдіруді жөн деп тауыпты. 2 айлық болды. Үйде көмектесетін келіндерім, сіңілерім бар. Солардың арқасында бір жағынан енді көп балалы ана болғаннан кейін енді қыр-сырын білеміз деген сияқты тамағын дайындап кетем. Еркіннің өмірге деген құштарлығы да, елге деген құрметі де, әнге деген ғашықтығы да үнінде. Қарапайым қоңыр дауыс иесінің осы қасиеті ғана оның концертіне адамның лық толуына сеп болды. Ине шаншыр жер жоқ. Бейне баян түсіріп, оны телеарналардан сағат сайын айналдырып, кез келген телевизиялық жобада бой көрсетуге шанталасып жатса да, көрермен жинай алмаған өзге әріптестеріне қарағанда еркін концертіне билетін өткізе алыпты. Адема Сейфулла, Ерлан Абдолиев, ревю жаңалықтары. Қазақстан Fashion Week қоржынын жинап Астанаға аттанған сәтте Аруғалада тағы бір сән салтанаты жалауын көтерді. Алдағы 3 күнде отандық дизайнерлер Mercedes-Benz Fashion Week аясында топтамаларын таныстыратын болады. Араға апта салмай жатып, қос-қостан фэшн кештер өткізу кімге қажет? Отандық сән индустриясында өзіндік орнын алып үлгерген және бұл әлемге жаңадан қадам басқан дизайнерлердің 2015-2016 күз-қыс маусымдарына арналған топтамаларын Қазақстан сән апталығында тамашалағанымыз күні кеше ғана. Ізін ала Mercedes-Benz Fashion Week аясында тағы бір аз коллекцияларды көреміз. Бұл бірнеше жыл қатарынан жалғасын тауып келе жатқан үрдіс. Сән салтанатына арналған жиындардың мұншалықты жиі өткізілуі қажет пе деген сауал туындайтыны хақ. Это, наверное, даже плюс, потому что бұл екі сән сахнасына да қыруар дизайнер
өнер көтерілді. Бұл жақсы, себебі біз барлық дизайнерлерге мүмкіндік беруіміз қажет. Егер олардың бәрі бір шара аясында өнер көрсетсе, сән апталықтары қызықсыз әрі іш пыстырарлықтай болатын еді. Сән астанасы саналатын Парижде немесе түрлі атақты брендтердің басы бір подиумда қосылатын Италияда да мұндай фэшн апталықтар бір шара барысында өтетіні белгілі. Дегенмен отандық дизайнерлердің өздері елімізде мұндай алаңдардың көбірек болғанын қалайтын көрінеді. Қазақстан Fashion Week бұл жергілікті сән қойларға арналып өткізілетін шара болса, Mercedes-Benz Fashion Week бұл дизайнерлердің халықаралық деңгейге шығуына мүмкіндік жасайтын алаң. Қазақстан сән нарығында екі фэшн апталығының орын алуы бәсекелестік тудыратын анық. Ал бұл бәсекелестік отандық сәнгерлердің халықаралық подиумның көшіне ілігуіне септігін тигізсе болғаны. Адема Сейфулла, Артем Абленко, Юлдаш Құдайбергенов, Ревю жаңалықтары. Бұл салтанатты кеш Кардашьян үшін сәтсіз басталды. Ебедейсіз біреу киімнің көйлегінің етегін басып